Армысыз құрметті көрермен, бұл қаһарман бағдарламасы өздеріңізбен бірге мен Олжас Сақ. Енді біз әр жексенбі сайын 12:00-де өздеріңізбен кездесетін боламыз. Әрине, дәл бүгін тағы алдарыңызға шығып тұрмыз. Бүгін бізде қонақта актер, әнші, Дүр қамшы әнінің авторы десем де артық кетпес. Дәстүр фильмінің молда болып ойнаған керемет актер, менің досым, бауырым, Әсет Есжан келем деген. Негізі бұл жерде кешікпеу керек қой, Кешікпеу керек. Кешіксе не болады? Жазаланады. Жазаланады. Сондықтан да Әсет Есжан, жазаланбай тұрғаныңда тезірек кел. Біз сені күтеміз. Ал олай болса, біз бүгін Алматы қаласы бойынша Қаскелең шекара бөлімшесіндеміз. Біздің қонағымыз да келе жатыр. Қарсы алып алайық таке. Дайынбыз ба? Қош келдің, Асеке. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, амансың ба? Шүкір, қалайсыңдар? Жақсы, аман есен. Әскери өмірге дайынсың ба? Дайын. Енді Шекара бөлімшесінің бастығы капитан. Бәрекелді. Әсет Есжан, актер, бір күндік әскер болуға дайын. Дұрыс па? Мен де қызмет етуге дайынмын деп қойын да. Дұрыс айтасыз. Бізді таныстыратын осы кісі. Бола ма кіруге? Мен кешікпедім ғой, Уақытында келді ғой. Бол. Ана уақыттылы келмесе бір жазаланады, сондай бірдеңелер бар ма? Уақыттылы келмесең жазаланасың. Дәл қазір енді жүгіреміз, турникет тартынамыз. Осының барлығын дайын болсаң болды, Асеке. Дайынмын. Ал, Дәке, неден бастаймыз? Неден бастағанда енді қазақ қонақжай халықпыз. Соны көрсетіп отырып, қазір қонағымызға бірінші шай беріп, содан бастайық. Мынау тамаша болды, Асеке, сен жолың... Бірден қазір тренировка кіріп кетеміз ба, жаттығуға деп қорқып отырмын. Сенің бүгін жолың болды. Қазір енді Дәкеңнің шайын ішіп, ары қарай бүгінгі бір күндік әскери өмірімізді бастаймыз. Асеке, енді әскердің өмірін айтып отырмыз ғой. Енді Дәке, сізге сұрақ. Жалпы бұл әскери бөлімше қай жылы құрылды? Бұл жердегі сарбаздардың міндеттері қандай? Шекара бөлімшесі жалпы 2013 жылы ашылған бізде. 40 шақырымға жуық мемлекет шекара сызығын күзетеміз. Шекара бөлімшесінде 40-қа жақын әскери қызметші мемлекет шекараны күзетуге өзінің үлесін қосуда қазіргі уақытта. Сол мемлекет шекараның белгіленген учаскесін күзетуді жүзеге асырамыз шекара бөлімшесімен. Енді бүгінгі бізде Асекеңнің міндеті қандай? Қандай тапсырма береміз Асекеңе? Бір күн бойы шекара бөлімшесіне мерзімді әскери қызметшінің атқаратын қызметін, соның рөлінде болып орындап көреді бүгін енді. Жалпы келіп тұр ғой, бойы, салмағы бәрі. Әрине келіп тұр. Менің ойымша таза әскери адам болатын таптырмас деп ойлаймын енді Әсет. Мен қатардағы жауынгер Самидун Дінмұхамедасыл Серікұлы Қаскелең шекара бөлімшесінің атынан 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен барлық қорғаныс саласында жүрген әріптестерімізді келіп жатқан мерекемен шын жүректен құттықтаймыз! Міне, Әсет Есжанды бір көрсетіп қойайын. Көрдіңіздер ғой. Киініп алды. Мен оған дейін мына жақтағы кезекшілікте болып атқан жігіттермен таныс болайық. Бұл жерде барлығы тәртіппен, сондықтан да
Амансың ба бауырым? Қалың қалай амансың ба? Мен енді қаһарман бағдарламасынан келіп отырмын. Есімім Олжас болады. Жалпы менің сұрағым, бұл жердегі сенің міндетің қандай? Мен өзім таныстырып кетейін. Мен Қарасай ауданы шекара басқармасының аға барлаушы радио телевизия боламын. Есімім Исаак Ерғали Алжапарович. Бұл жердегі міндетім мен шекара басқармасы және көршілес бөлімшелермен информациялар қабылдау, оларды басшылыққа жеткізу. Қанша сағат отырасың? Bir күн отырасың ба, 2 күн отырасыңдар ма? Кезекшілік 12 сағаттан, иә? Ауысып отырасыңдар 12 сағаттан. Ал егер мынандай бола ма, бір ұйықтап қалатын жағдайлар бола ма ондай? Ондай жағдай берілмейді. Елін қорғап, күні-түні көз ілмей кезекшілікте отырған азаматтарға мен расында да басым деймін. Ал енді біздің кезекті қонағымыз, жұлдызды қонағымыз Әсет Есжан қалай болып жатыр? Жағдайын білейік барып. Ал Әсет Есжан қалай болып жатыр? Жақсы бәрі тамаша. Иә? Рекеңмен білмейтін жерлерімізді сұрасып, түсінісіп жатырмыз. Аха. Етік қалай екен етік? Етік әдемі. Өзің бойыңыз еді, одан бетер ұзын болып шыға келдің. Иә. Нағыз мынау әскери жалпы киімді жараса қапты, құйып қойғандай. Дайынсың ғой сырттағы жұмыстарға? Дайынбыз. Бұйыртса. Қазір атқа мінеміз, шабамыз. Болды. Сақадай сайымыз, бас киім киіп алсақ. Дайын болайын деп тұрмыз. Ал, құрметті көрермен, біздің Әсет Есжан сақадай сай дайын тұр. Қазір енді іштегі бүкіл қалай киінеді, барлығымен таныс болған секілді. Енді Әсет Есжан атқа қалай мінеді? Бақылап көрейік. Оңға, ат қораға адым, бас. Бұл жерде енді көрдіңіздер өздеріңіз барлығы жабдықталған тап-таза. Мен қазір көрсетейінші, жүген орында, тазалайтын жері орында, міне төбесінде егарлар, бәрі орында. Аттың есімі Йомер. 2015 жылы ат тұрады екен мына жерде идол. Былайша айтқанда әскери аттар ғой, әскерге қызмет етіп жүрген аттар десек те болады. Сондықтан да бізді көріп отқан болашақ сарбаз ат құрлы жоқсың ба? Сен де кел, әскерге тартыл, әскердің өмірін көр. Міне, тиісуге болмайды. Сондықтан бұл жерде темірдей тәртіп. Мен қазір енді... Амансың ба, бауырым? Есім Олжас болады, қаһарман бағдарламасынан. Өзің есімін таныстырып өтсің. Дастан болады. Қатардағы жауынгер желдібай Дастан болады есімі. Дастан, сенің бұл жердегі міндетің қандай? Атбегі. Атбегі, иә? Аттарға қараймыз. Жем шөбін, үстілерін, қызметке шығар алдында үстілерін тазалап, реттеп, қызметке шығатын адамдарға беремін. Енді Дастан айтады ғой, сырын білмейтін аттың сыртынан жүр дейді. Жалпы үш аттың да сырын білесің ба? Үш аттың да сырын білемін. Енді мына жерде бір тақтайша тұр да, осыны түсіндіріп кетсең, осыған жақындайықшы, бір сабан деп жазылып тұр мына жерде, шөп жем. Бұлар жаңағы аттардың шөп жемдері, мысалы таңертеңгі уақытта, түскі уақытта, кешкі уақытта салынатын шөп 7 килограммдай болады. Мынау жемі. Бұл таңертең кешке беріледі. Мынау сабан. Бұны тоже таңертең кешке түсте береміз. Мынау тұз. Күнде бір уақыт беріледі, кешке қартай 25 граммдай бір уыстай беріледі. Дастан қалай енді, жалпы енді ұнай ма? Ұнайды. Бұл жердегі тіршілік? Тіршілік жақсы. Бәрі өзінің несімен, уақытымен, уақытылы бәрі жасалып тұрады. Уақытылы қызмет атқарылады. Бәрі уақытылымен. Табиғатынан
тәртіпті жақсы көретін адамдарға әскери сала ұнайды деп ойлаймын. Өйткені бізде мысалға енді өнер адам болғаннан кейін біз кейде түнімен жаңа түсірілімде боламыз, студияда боламыз. Кейде күн түніміз ауысып кетіп жатады ұйқымыздың. Енді бұл жерде ондай әңгіме жоқ қой, Ондай әңгіме жоқ. Уақытылы жату, уақытылы тұру. Уақытылы тұру. Алшаңдап басады алаштың баласы, өз елі өз жер қалдырған бабасы. Бір түйір топырақ, бір тамшы қара су қазаққа ғана тән, қазақтың ей даласы беу. Балақтың биттерін басына қаптатпай, көршінің иттерін есіктен аттатпай, қолына қамшалып, әлемге жар салып, қазақтар жүреді, намысын ей таптатпай беу. Ассалаумағалейкум бауырым. Амансың ба? Мен Қаһарман бағдарламасынан, есімім Олжас Сақболат. Жалпы өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Мен Момышев Мирас Серғалиұлы 2001 жылы туылған. Осы жерде қызмет етемін, осы автокөлігін айдаймын. УАЗ 315195 көлігі 808 номері. Бұл 5 адамдық немесе одан да көп адамға арналған тез жылдамдықта жүретін нарушителер ұстауға арналған автокөлік. Жалпы енді әскерде тәртіптен бөлек тазалықта орын ерекше. Аптасында қанша рет жуып тұрасыңдар? Мынау кір болған кезде ме әлде Әр сайын шекара нарадынан келгеннен кейін осында келіп жуып өзін бокста орнына қоямыз. Басқа ешкімге айдатқызбайсың, тек қана өзің. Өзім ғана айдаймын. Өзің қарайсың, өзің жуасың. Өзім қараймын, өзім жуамын. Қалай жалпы? Сапта тұрған жақсы ма әлде көлік айдап жүрген жақсы ма? Әскері болғаннан кейін екеуі де жақсы негізі. Өзіме байланысты енді автокөлік жақсы көремін өзімді былай қарағанда. Механика автокөлігін көп айдағым. Саптада енді әскері болғаннан кейін сапта тұру өте қажет. Мына әскери бөлімшенің автотұрағына келдік. Рәке, қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Қалай болып жатыр? Жақсы, ребят. Мына гараждарыңыз тап-таза, не деген тазалық мына жер, Неге дайындалып жатсыздар қазір? Не істейміз? Нарядқа шыққанға мәшті автокөлік дайындап жатырмыз. Бір сұрақ. Менде де көлік бар да, мынау баллонды маған былай сыйлыққа бере алмайсыздар? Жоқ, олай берілмейді. Бұл өкіметтің берілген жазғы мерзімге салынатын дөңгелегіміз. Мына жерде қыстық мерзімдік дөңгелек. Мына кәдімгі тікенегімен, Жаңа дөңгелек. Жаңа дөңгелек. Жақсы, құтты болсын. Ал мініп қай жаққа барамыз? Нарядқа шығатын мәселе бұл. Бастық нарядқа қояды. Бір жүргізуші, бір старший, екі қасында наряд болады. Екі боец. Наряд қай уақыттарда, қанша мезгілде? Күніне мысалы 2 рет болады. Біріншісінде дозор. Бірақ енді қанша көлік бар бұл жерде? Біздің шекара бөлімінде 3 көлік бар. Бір УАЗик 399-45 фермер. Екіншісі УАЗик. Үшіншісі. Мынаны кәдімгі айнадай жұқ қойыпсыздар ғой, Бұл біздің өзіңді көретін кеп. шекара бөлімше бастығының көлігі. Мынау шекара бөлімшенің бастығының көлігі, Мынау бастықтың көлігі. Көріп аңдар. Бұған онша-мұнша адам міне бермейді, солай ғой? Бірақ көріңізші, мен бір ішін көрейінші жай. Болады ғой, рұқсат қой? Болады. Рұқсат сұрадым. Мініп көрейік. Жақсы, ішіне бәрі кәдімгі бір әскери сарбаздардың иісі шығып тұр ғой мынаның ішінен. Рахмет. Жақсы, олай болса. Өй, балақайлар, амансыздар ма, сәлематсыздар ма? Қайда бара жатсыздар? Мектепке. Кімнің қызсың? Аға техник. Кім? Әкең есімі кім? Ринат. Есімің кім, балақай? Айболат. Қалай әскерде жүріп мектепке барған қалай, жақсы ма? Жақсы. Үйреніп қалдың ба? Иә. Кім болғың келеді болашақта? Военный. Мәссаған. Сен кім боласың болашақта? Дәрігер. Сәлематсыз ба? Мен есімім Олжас Болат, Қаһарман бағдарламасынан әскери адамның жалпы жары болған қалай?
Жақсы, қиыншылығы да бар, жақсылығы да бар енді. Көбінесе жақсылығы жақсы ғой енді. Иә. Көбінесе енді Көбінесе болғанда енді өзің таңдаған адам болғаннан кейін көнесің, жүресің бірге. Сол кісімен отбасы құрып, ары қарай өсу үшін барлық неге шыдайсың. Енді осы жерде тұрып жатқанымызға бір 2017-тен бері тұрып жатырмыз. Бұл балалардың кішкентай кезінен келгенбіз. Қазір мектеп қабырғасына барып жатыр осы жерден. Жақсы. жалпы жұбайыңыз үйде көп бола ма, түзде көп бола ма? Түзде көп болады. Түзде көп Оны болады, мойындау керек. Аха. Сол кезде Иә, бізді бағу үшін енді көбінде далада ғой ол кісінікі. Ары қарай ол кісінің табысын ары қарай ұқсату біздің мойнымызда, тәрбие деген. Иә. Енді балалар ұйықтап жатқанда кетіп, ұйықтап жатқанда келетін уақыттар да болған. Әсет, қалай? Ат мініп көріп келдіңіз бе? Бәрі тамаша, керемет. Атқа жақсы мінеді екенсіз. Енді ауылды өстік қой. Ауылды өстік кішкентайымыздан қой бақтық деген сияқты. Сондықтан енді атқа міну таңсық емес. Жерді көріп келдіңіз, таныстыңыз. Жермен таныстық, шекара аймағын, дастан бауырын барлығын түсіндіріп берді. Мына жердегі әскери қызметтің қандай екенін түсіндіріп берді. Көкейде жүрген, менің көкейімде жүрген және басқа осы әскерге келгісі келіп жүрген жігіттердің көкейінде жүрген сұрақтарды алдық деп ойлаймын негізі. Өлең айттыңдар ғой деймін. Ән айттық. Дауыстарың шығып. Әсет ағам бір өлең. Ән айтуымыз баяғыда сол қой бағып жүріп басталған ғой. Бәсе атқа мініп кішкене жүріп бір өлең айтып кеттіңіздер. Баяғыда мен тамаша. Қой баққызатын. Атқа енді кішкентайымыз, атқа емес ол кезде есек қана тиетін бізге. Мініп алып кетеміз қойдың артында сөйтіп ана қойларға, ешкілерге концерт қойып жүріп даусымыз ашылған шығар бәлкім. Соны еске түсіп кетті ма, атқа мініп шығып едік. Дастан бауырымда қол қалай қалды, сонымен бір жақсы бір әнді бастап кеттік сол жақта. Сіздерде плов және борщ бізде бірінші тағам. Екінші тағамда бізде палау. шіркін-ай, осы жерде қалам ба деп мен өзім ойланып жатырмын. Сендер маған қазір мына формаларыңды беріңдер. Мен 1 жыл қалам деп шештім. Buradan bu yakta ne yapıyorsun? Слушай, етейін деп келдім ол. Слушайте, түге чай салып сақал алып келдім. Алады ғой. Бүгін бірінші күні бар. Сіздің жота түріңіз таныс қой. Жота түріңіз таныс қой. Бір киноға түскенсіз ба? Жоқ. Дәстүр дейтін кинодан көрдім сізді. Қош? Ол 18-ден жоғары балалар көру керек қой, сен қайтып көрдің. Ой, мен көре берем ма? Қай жерден көрдің? Телеграмдан көрдім ма? Бір Құран оқиды емес па, бір ішіне жыңғыр кеткен адам бүйтіп, сен адам бүйтіп жүрмей ма, Мен ғой сол. Сіз бе? Жота түріңіз таныс ба ана кезі? Өзің қайда жүрдің? Мектептен келген ма? Келдің ба? Келдім мектептен. Сабақтан келдім. Атың кім? Айтылтан болады, сіздің атыңыз кім? Әсет. О, Дәулет мырза, амансыздар, қайда шықтыңыздар? Қазір мемлекет шекара күзетуге шекара нарядына шығып бара жатырмыз. Қанша уақытта келесіз? Қанша уақытта барасыз? Алыс па баратын жер? Мемлекет шекарасы жағына дейін негізі 40 шақырымдай болады. Қазіргі уақытта қар болғандықтан мемлекет шекарасы таудың басы қалың қар болғандықтан жете алатын жерге дейін барып мемлекет шекараның күзетілуін жүзеге асырамыз. Шамамен бір 40 минуттай уақытта жетеміз автокөлікпен. Мен барсам бола ма о жаққа?
сізге баруға болады, бірақ ұзақ уақыт кетеді қазір барам дегенше. И қызметімізді атқарамыз біз ол жерде. Жарайды, ендеше Тәке мырза, жолдарыңыз болсын, аман есен оралыңыздар. Тілектеспіз. Рахмет сіздерге де көп-көп. Ал достар, қаһарман бағдарламасының нағыз бәсі басталды. Біз қазір мына жерде теннис ойнаймыз. Қатардағы Сарбаз Сабырхан мен актер Әсет Ишанның ойынына куә боласыздар. Енді бәстесу барысында мен сұрап алайын. Сіз жеңілсеңіз не істейсіз? Сабырхан. 10 рет? 50 рет отжимания. Әсет мырза, сіз жеңілсеңіз? Мен ән айтып берейін. Ән айтып бере аласыз, Мен сарбаздарға. Көрейік, ойын қалай болады, тамашалаймыз. Дайсыздар ма? 1, 2, 3, баста. Ал құрметті көрермендер, уәде еткеніміздей Әсет Ишан сарбаздарға және сіздерге арнап ән орындап береді. Тыңдаймыз. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын, ай аңсатты сағым болып ауылда, қап кеткен бала шағым. Ағарман жетелеп қала жаққа, кеудемді алып кетті. Мен кеттім сол ауылда бірақта, жүрегім қалып кетті. Қалада күйбең тірлік ауылды, сағынып көзілесің, шынайы адалдықтың мекені екенін сезінесің. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын, ай аңсатты сағым болып ауылда, қап кеткен бала шағым. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын, аңсатты сағым болып ауылда, қап кеткен бала шағым. Қаланың тірлігі қысылтая, батырды жадау мұңға, әжемнің шайын ішкім келеді, қайнаған самаурында. Гүл қала білім іздеп аттанған, жастардың бір мекені, қасиет қадіріне ауылдың, қарттардай кім жетеді, ай. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын, ай аңсатты сағым болып ауылда, қап кеткен бала шағым. Жүрсем де сағынамын гүл қалада, жусанын алашаңын, аңсатты сағым болып ауылда, қап кеткен бала шағым. Аңсатты сағым болып ауылда, қап кеткен бала шағым. Ал Рахе, Әсет Ишан өзінің міндетін бүгін қалай атқарды? Әсет Ишан бауырым, бүгінге жарадың, атқа да міндің, тәртіпке де бағын, бәр жағынан жарадың бауырым. Физикалық түрден де бәріне өтіп тұр ғой? Физикалық бәрінен өтіп тұрсың. Бойы да, денесі де? Бойы да, денесі де. Оны қойшы, әнді қалай айтады екен? Әнді керемет айтады екен. Жақсы онда, Реке, аман болыңыздар. Ел шебін қорғап тұрған, шекара қорғап тұрған өздеріңіздей азаматтар аман болсын. Елдерге аман болсын. Танысқаныма қуаныштымын. Маған да шынымен әскери өмір ұнады. Бір күн болса да сол сіздердің күйлеріңізді сезініп, тамаша әсерде кетіп бара жатырмын. Рахмет. Жақсы. Рахмет. Жолдарыңыз болсын. Жақсы. Ал құрметті көрермен, қаһарман бағдарламасы сіздермен қоштасады. Алда келе жатқан 7 мамыр мерекесі құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз